Сәлеметсіздер ме, 5-ші сынып оқушылары? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ең үлкен байлық. Сабақтың мақсаты фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын түсіну. Жаңа сөздермен таныс болайық. Рухани, духовный, қуат, күш, сила, мощь, айырбастау, менять, обменивать, емхана, поликлиника, қан тапсыру, сдавать кровь, жүректің соғуы, сердцебиение. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Олай болса, зейініміз сабақта болсын. Айтылым бөлімі бойынша берілген диаграммаға назар аударайық. Материалдық мәдениет және рухани байлық диаграммаларын толтырып көрейік. Дұрыс айтасыздар, балалар. Материалдық мәдениетке ғимараттар, дүние мүлік, ақша, көкөніс, тағамдар және тағы басқалары жатады. Ал рухани байлық адамгершілік, әдептілік, денсаулық. Жазылым бөліміне зер салайық. Төменде берілген сөздерді кесте бойынша топтастырып жазыңыздар. Байлық түрлері: адами, материалдық, табиғи, рухани. Топтастырайық. Адами байлыққа не жатады? Дұрыс жауаппен салыстырайық. Ата-ана, туыс, бала, дос, дене мүшелері. Материалдық байлыққа ақша, дүние мүлік. Табиғи байлыққа өсімдік, мұнай, күн, су, жан-жануар, таза ауа, тау, теңіз, мұхит. Рухани байлыққа өмір, жазба, ескерткіштер, туған ел, туған жер. Жарайсыздар, балалар. Тапсырманы өте дұрыс орындадыңыздар. 3-ші тапсырмаға зер салайық. Мәтінмен жұмыс. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Ең үлкен байлық. Ертеде бір жас жігіт өзінің кедейлігін айтып, әрдайым мұңын шағудан жалықпайды екен. Шіркін-ай, егер менің байлығым көп болса, жақсы өмір сүрер едім, деп зарлауын қоймапты. Бір күні жігіттің лашығының алдынан қарт тас қашаушы өтіп бара жатып, зарлап отырған жігіттің қасына келеді. Саған не болды сонша жылап? Сен нағыз бай адам емессің бе? дейді. Мен баймын ба? деп жігіт таң қалады. Ол қандай байлық? Сенің көздерің ше? Бір көзіңді біреуге қаншаға сатар едің? деп сұрайды қарт. Оның не? деп шошып кетеді жігіт. Көзімді ешқандай байлыққа айырбастамаймын. Ал енді 2 қолыңмен аяғыңның біреуін алтынға айырбастар ма едің? Жоқ,
ешқайсында алдыңға айырбастамаймын, дейді жігіт. Міне, көрдің бе? Сен өте бай адамсың. Адамның ең үлкен байлығы күш-қуаты, денсаулығы, дейді қарт. Оны ақшаға сатып ала алмайсың. Қарт соны айтады да жөніне кетеді. Төртінші тапсырмаға назар аударайық. Берілген ақпараттардың дұрыс-бұрыстығын анықта. Орындаған тапсырмаңды дұрыс нұсқамен салыстыр. Жігіт өзінің кедейлігін айтып ренжіді. Дұрыс ақпарат. Жігіттің алдынан жас тас қашаушы өтіп бара жатты. Бұрыс ақпарат. Көзімді ешқандай байлыққа айырбастамаймын. Дұрыс ақпарат. Қолым мен аяғымды алтынға айырбастауға келісемін. Бұрыс ақпарат. Ең үлкен байлығы күш-қуаты мен денсаулығы. Дұрыс ақпарат. Жігіт кедей болды. Дұрыс ақпарат. Қария бай болды. Бұрыс ақпарат. Жігіт байлықты тапты. Дұрыс ақпарат. Жарайсыңдар, балалар. Бұл тапсырманы да жақсы орындап шықтық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.